қазақ ертегілері кішкентай балаларға арналған. Соның ішінде жеті-лақ ертегісі, бірақ керісінше балаларға қорқыныш тудыратын жеті-лақ ертегісінің қорқынышты эпизодтары мен қорқынышты мультфильмін тамашалайтын боласыздар. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Абай ғой арнасы. Бүгін сіздер жеті-лақ ертегісінің қорқынышты қанды эпизодтары мен қысқа нұсқасын көресіздер. Бұл еңбекті бағалап, арнаға тіркеліп, лайк басып, жаңадан шыққан қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ал ендеше бастаймын. Мультфильм қасқырдың ішін кезіп, балаларын құтқарып жатырған ешкімен басталады. Бірақ жеті лақтың бір лағы жоқ болып шығады. Ешкі қасқырдың ішін тағы бір мәрте қарайды, бірақ баласын таба алмайды. Қасқыр негізі ол лақты түбімен жеп қойған болатын. Ешкі лақты тауып үйіне әкеледі. Үйде тыныш отыр, сені табылмаған жерім жоқ, деп айтады. Бірақ бұл ешкінің киімін киген адам болып шығады. Беті сызылған қасқырды көрген қыз шошып кетеді. Анасы есікті кілттеп алыңдар, әйтпесе қасқыр келеді деп шығып кетеді. Қыздың қасына бір лақ келіп, анамыз бізге шықпаңдар деп айтты ғой деп келеді. Лақтардың түрі қорқынышты еді. Арасынан бір лақ шығып, сен шынымен де біздің бауырымызсың ба? Онда сенің терің неге таза? Бәрімізді қасқыр жейді ғой дейді. Егер біздің бауырымыз болмаса, неге ана тереземен қашпайсың дейді. Сол кезде қыз қаша жөнеледі. Қыз құлап айна бұрылғанда өз түрін көрген лақтар шошиды. Осы сәтті пайдаланып, қыз есік арқылы қашпақ болады. Байғұс қиналып жатқан лақты көріп, қашуын тоқтатады. Қыз келіп, өзінің үстіндегі киімді лаққа кигізеді. Қыздың да қолы жаралы болады. Бұл қызды да қасқыр тістеген. Бір лақ қасқырдың келе жатқанын айтады. Барлық лақтар тығылады. Тек қана бөлменің қақ ортасында қыз жалғыз өзі қалады. Есікті қыздың әкесі ашады. Ол да қызын іздеп жүр екен. Қыздың әкесі қасқырға айналып кетеді. Лақтар байғұс қызға көмектесу мақсатында қасқырға жабылады. Алайда лақтардың қасқырға әлі келмейді. Ешкі келіп, электрошокермен қасқырды талдырады.
байғұс баланы құшағына алады. Мультфильмнің соңында ешкі қасқырдың ішін қайтадан кесіп, ішіне ауыр тастарды салады. Ешкі өз балдарына әртүрлі киімдер тігіп береді. Ешкі тағы да кетеді. Лақтардың есікті кілттеуімен мультфильм бітеді. Осылай біздің де видеомыз соңына жетті. Достар, видеоны 93% адам тіркелмей көреді. Бұл еңбекті бағалап, арнаға тіркеліп, лайк басып, жаңадан шыққан қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ендеше сау болыңыз.